Мына хит болып жатқан аладская самсаны мен де жасап көрейін дедім. Маған және де отбасыма қатты ұнағандықтан сіздермен де рецепт бөлісейін дедім. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, үстіне сұйық майды, қант, тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қаттылау болады. Ыдысымызға салып, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған пиязға, туралған етті, құйрық май, іш май, тұз және де зирамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сол уақыт аралығында біздің қамырымыз да дайын болады. Видеода көрсетілгенде бірнеше дөңгелек бөліктерге кесіп аламыз да осылай қалдырамыз. Одан кейін әрқайсысын онда аз-аз мөлшерден сала отырып, жұқалау қылып қамыр жаясыздар. Қамырларыңыз қатты жұқа немесе қалың болмауы керек. Начинкамызды және де помидордың бір тілімін салып, сумен осылай жан-жағына жағып, дәл видеодағыдай орап шығасыздар. Міндетті түрде сумен жағуларыңыз керек, чтобы қамырлар бір-біріне жабысу үшін. Одан кейін противинге кішкене противинді майлап жіберіңіздер де осылай біздің самсаларымызды орналастырып, бетіне тағы да суды жағып, осылай суды сеуіп, қызып тұрған пеште 230 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін бірден сары маймен осылай жағып шығамыз да, ыстықтай ұсынсаңыздар болады, өте дәмді болады, жасап көріңіздер.